Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жансая осындай керемет дәмді Наполеон тортын көрсететін боламын. Бізге керекті салқын су, бір дана жұмыртқа, сары май, ұн, уксус 70%-гі жарамалы, 9% немесе 6%-ін пайдаланамыз. Және тұз. Салқын суымызға бір дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен шым-шым тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстінен бір ас қасық уксус құямыз. Жақсылап араластырамыз. Салқын жерге тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ыдысымызға ұнымызды саламыз. Үстінен сары майымызды саламыз. Менің сары майым жұмсақ. Егер сіздерде тоңазытқыштан алынған қатты болса, теркадан өткізсеңіздер болады. Сөйтіп араластырып жақсылап крошка жасаймыз. Жақсылап. Міне осындай болуы керек. Араласқанда енді жаңағы тоңазытқышқа салып қойған салқын суымызды алып, үстінен құямыз. Жақсылап араластырып илеп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Осындай болады. Енді дастарханымызға ұн сеуіп, үстінен қамырымызды түсіріп, қамырымызды жақсылап илеп, ұюын қандыратын боламыз. Жұмсақ қамыр болады осындай. Қамырымызды тақтайшаға қойып, 10 бөлікке бөлеміз. Домалақтап қойып қоямыз. Енді бұны салқын жерге қату үшін, мұздау үшін тоңазытқышқа сап қоямыз. Немесе мұздартқышқа сап қойсаңыздар да болады. Бір 10-15 минутқа осылай алғаннан кейін мұздартқыштан домалақ етіп жаятын боламыз. Егер қамырларыңыз осылай жабысып жатса, үстінен ұн сепсеңіздер болады. Жұп-жұқа етіп жаямыз. Астынан дастархан көрінуі керек. Барынша жұқа етіп жаясыздар. Жайып алдым. Енді 22-лік диаметрмен ойып аламыз. Ойып алдым. Жан-жағын шанышқымен нұқылап шығамыз, осылай тесіп. Ортасында 200 градуста 20 минутта пісіп шығады. Барлығын осылай жайып алып, пісіріп аламыз. Осылай етіп.
осындай болып әдемі болып шығады. Мына жиектері, бұларды қазір үгітетін боламыз. Енді біз кремін жасайтын боламыз. Бізге керекті құмшекер, жұмыртқа, кукурузный крахмал, сары май және сүт. Сүтімізді пешке қоямыз. Орташа отта, оның үстінен шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз ысуы керек. 2 дана жұмыртқамызды жарып алып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз ысыды. Көріп тұрғандай буы шығып жатыр. Енді кукурузный крахмалдың үстінен осылай ыстық сүтімізді құямыз. Крахмалымыздың түйде кеткенше жақсылап араластырамыз. Түйде қалып кетпеу керек. Бірыңғай болуы керек. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осындай болу керек. Түйде кетті. Енді бұның үстіне жаңа араластырып қойған жұмыртқамызды, 2 дана жұмыртқамызды үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі араласқанынша. Араластырып алдық. Енді қайнап тұрған сүтіміздің үстінен құямыз. Жақсылап тез-тез араластырамыз. Сүтіміз отта тұрады. Орташа отта тұрады. Қатты отқа қоймаңыздар. Осылай қоюлана бастайды. Шариктер шығып жатыр. Қоюланып, уже дайын болып келе жатқан кезде осындай шариктер шыға бастайды. Жақсылап араластырасыздар. Араластырмай қойып қоймаңыздар. Түбіне жабысып қалады. Міне дайын болды біздікі. Енді отты өшіріп аламыз. Кремімізді жақсылап араластырып, үстінен сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Сары май ериді деп қойып қоймаңыздар. Бір келкі араласуы керек. Бір келкі араласқанша сары майымыз толық еріп кеткенше қасықпен осылай қозғап отырамыз. Дайын болғаннан кейін салқын жерге қойып қоямыз. Суыды. Енді мынау жаңа шетіндегі, коржың шетіндегілер, бұлардың бәрін үгітеміз. Торттың сыртына жабыстыруға. Жақсылап қолмен үгітіп аламыз. Үгітіп алдық. Енді тортымызды жасайтын боламыз. Тортымызды жинақтаймыз. Коржымыздың үстінен осылай крем саламыз. Бір тегіс етіп қасығымызбен жайып шығамыз. Осылай енді екінші коржымызды үстіне қойып, тағы да крем жағамыз. Барлығын осылай жағып, бірінің үстінен бірін қойып шығамыз. Жасап алдық. Енді бетіне корждарды жабыстырып шығамыз. Жағының барлығына.
Егер видеом ұнаса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық кремнің бетін жан-жағын жауып, коржбен жауып шығамыз. Дайын болды. Енді үстінен оформление жасайтын боламыз. Кішкене безелер қойып шығамын, сәнді көріну үшін. Істеп көріңіздер, өте дәмді. Менің каналымда бұдан да басқа торттың, салаттың рецептері бар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да рецепттер жіберіп алмас үшін.